Коронавирус. 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 Коронавирус пришел в Казахстан. Дүние жүзін коронавирустың таралуы алаңдатып отыр. Бұл індет күннен күнге ушығып барады. Өкінішке қарай, осы дерт біздің елімізде де тіркелді. Менің кешегі жарлығыммен бүгін таңғы сағат 8-ден бастап Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді. Студенттер қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Қашықтан оқыту технологиялары негізде білім алуға көшуде. Оқу процесі бекітілген оқу жүктемесіне, жоспарына, бағдарламасына сай жүргізілетін болады. Басым көпшілігі бұл бағдарламасы бар, бұл бағдарламамен жұмыс істеп жатыр. Біз тиісті мониторингті жүргізіп жатырмыз. Мұғалімдерде контентін енгізіп, қазір осы жаңа жүйеге бейімделіп жатыр деп айта аламыз. Бұл қашықтан оқыту технологиясы өте таныс және де күнде пайдаланып жүрген құралдың бірі болғандықтан жалпы сондай қиындық туғызып жатқан жоқ. Біздің Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттері, оқытушылары, магистранттары, докторанттары оқу процесін қашықтан оқыту жүйесіне көшірілді. Бүгінгі осы 16 наурыздан бастап, үстіміздегі жылдың таңғы 8-ден бастап осы қашықтан оқыту технологиясына көштік. Соның ішінде 4000-нан астам дистанционды курстар енгізілді, практикалық және дәрістер енгізілді. Осы оқу процесіне 300-ден астам оқытушылар кірістірілген, сондай-ақ 7000-нан астам студенттер, соның ішінде ерекше қажеттілігі бар, білім саласында ерекше қажеттілігі бар студенттерге де барлық жағдайлар жасалған. Сондықтан да бағалау процесі, сондай-ақ тапсырмаларды қабылдау, оларға тиісінше тапсырма беру оқытушылар тарапынан. Осы процестің барлығы да Moodle және Zoom бағдарламасына сәйкес 100%-ға дайындық дәрежесінде жұмыс атқарылып жатыр.